Бір бала армандайды, менің әкем бай болса екен деп. Бір бала армандайды, менің әкем бар болса екен деп. Қолда бар алтынның қадірі жоқ қой біздің қазақта. Әке деген қамқоршы бар кісілер құрметтейді, қадірлейді бүкіл ел. Бұл кісілер аман есен тұрғанда ешқашан да қор болмайды кісілер. Баршаңызға мәлім, әке асқартау. Әке ешқашан да көп сөйлемейді. Жүрек шіркін сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр деген осы болады. Бала үшін әкесіне қарағанда ана жақын болады балаға. Кім болса да бала анаға жақын болады ғой. Анасынан бәрін сұрайды бала. Мама анауым қайда, мама мынауым қайда, мама киімім қайда, мама мынауым қайда дейді бала. Бала әкесінен бірақ нәрсе сұрайды. Папа, мама қайда дейді. Бала әрқашанда анасын іздейді. Айналайын адамдар, бәрінің де анаң бар. Қая салмай өміріне анаға дұрыс қараңдар. Қарамасаң анаға қор боласын далада, ананың көңілін қалдырған баланың жолы бола ма? Бұл өмірде нанды сыйла, оны беріп жатқан жанды сыйла. Екеуінде қадір қондырған ата анаңды бауырым бір күн емес мәңгі сыйла. Дана қазақтың өте ауыр сөзі бар. Балаң жақсы болса, мына жердің беті жақсы. Балаң жаман болса, жердің асы жақсы. Ей аналар, биіктен төресіңдер. Қызықты да, бірақ қиындықты да көргенсіңдер. Анадан пайғамбар шықпады дейді, бірақ та сол пайғамбарды туып берген сендерсіңдер. Бір ана 10 баланы бағат. Ал қазіргі заманда сол 10 бала бір ананы баға алмай жатыр. Ана қауымы бұлай уайымдайды екен ғой ағайын. Баламның табанына кірген тікен менің маңдайыма қадасын деп тілейді ардақты ағайын. Ана босанып жатып, осы балам аман есен туылсын, мен кетсем кетейін, бірақ бала аман болсын деп босанайды екен ғой ардақты ағайын. Ана деген шағарып бар киелі, барша адамзат оған бас ниеді, жер бетінде тіршіліктің иесі, тек бала деп соғар ана жүрегі.